Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге керемет әрі тез уақытта дайын болатын, құрамында сода, не болмаса разрыхитель қосылмайтын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын керемет құймақтың, блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментария қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Бұның құрамында шынында да разрыхитель не болмаса сода қосылмайтын өте дәмді блинчик. Ал ендеше жасауын бастаймыз. Бұл блинчикті жасау үшін бізге қажет болады бөлме температурасындағы жұмыртқа, және де бөлме температурасындағы сүт, шекер, ұн және де ыстық су қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды салып аламыз. Тұзды саламыз. Татымына қарай аздап тұз қосамыз. Жақсылап ертеміз. Енді ерілген шекеріміздің ерілгеннен кейін сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді аздап отырып ұн қосамыз. Ұнды да көп қосып жіберуге болмайды, аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Міне біздің массамыз уже дайын болды. Қоюлығын қараңыздар. Енді осының үстіне прямо қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Сүтті қанша құйдық, тура сол ыдыспен бірдей етіп суды да құямыз. Бұл шығып тұрған ыстық суды құямыз. Енді тез-тез араластырып жібереміз жақсылап. Араластырып жібердім. Енді үстіне майымызды құямыз. Мен көз мөлшерімен примерно 3 қасық, ас қасық май құйдым. Жақсылап араластырамын. Осы аралықта сковородкамызды, табамызды отқа қойып қыздырып тұрамыз. Міне, біздің массамыз дайын болды. Қызып тұрған тапамызға дайындалған сместі құямыз. Сіздердің блинчиктеріңіз қалың немесе жұқа болуы, ол сіздердің құйған сместеріңізге байланысты болады. Сондықтан барынша жұқа етіп пісірген тиімді. Мен осындай шпажка қолданамын. Маған өзіме өте ыңғайлы. Шет-шетін осылай бірінші көтеріп аламын шпажкамен, таяқшамен. Осылай пісіріп ала береміз. Неге қараңыздар, ешқандай сода да разрыхитель қосылмаған, өте жұмсақ, ешқандай сынбайды, шет-шетінің бәрі жұмсақ.
осындай керемет блинчик шығады. Балдарға, главное, балдарға қорықпай бере береміз да. Барлық блинчиктерімізді осылай пісіріп алатын боламыз. Біздің блинчигіміз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі ажурный болып піседі. Ешқандай да сода, не разрыхитель қосылмайды. Осындай жұмсақ, өте дәмді блинчик болады. Балдарыңызға, үлкен кісілерге қорықпай бере берсеңіздер болады. Мен отбасыма осылай дайындадым. Қаймақпен немесе сгущенкамен берсеңіздер болады. Блинчик те өте дәмді. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.